Сәлем достар, біз бүгін осы күздің мейнстриміне айналған тәттілерді дайындаймыз. Өздеріңіз білетіндей, Netflix ағынды платформасы тарихындағы ең танымал сериал атанған кальмар ойынына қатысушылар түрлі қалыптағы бейнелерді сындырмастан бөліп алуы керек еді. Кейін желіде қант пен ас содасынан жасалатын бұл тәттіні даярлау жолын көрсететін видеолар көбейіп кетті. Бірақ оның бірінші талпыныстан шыға қоюы екіталай. Егер сіз кәріс халқының шекер тәттісінің дәмін көргіңіз келсе, мен ұсынған кеңестерді мұқият тыңдаңыз. Сонымен, бірінші, видео рецепттерде көрсетілгендей қантқа су қосудың қажеті жоқ, оның өзін ғана ерітіңіз. Екінші ескеретін жайт, қантты оттан жоғары ұстаңыз, бұл оның күйіп кетпеуіне көмектеседі. Үшінші, тәттіге түрлі пішім беретін қалыпты міндетті түрде майлап алыңыз. Сонда ғана ол карамельденген ыстық шекерге жабыспайды. Мен осы лайфхактарды ескере отырып жасағанда ғана тәттілер ойдағыдай шықты. Егер кеңестер сізге де көмектессе, комментарий қалдыра кетіңіз. Достар, бұл каналда әдеби шығармалар мен кинокартиналардан алынған рецептілер ұсынылатындықтан, олар өте оңай әрі тез дайындалады. Сондықтан тіркелу батырмасын басуға ұмытпаңыздар.